Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Түркістан облысындағы экономикалық ахуал мен инвестиция тарту, экспортты дамыту бойынша нәтижелермен бөлісетін боламыз. Ең алдымен экономикалық ахуал деген ол сыртқы нарыққа экспортты шығару болып табылады. Себебі сыртқы нарыққа экспортты шығарған кезде өзіміздің экономикамызға сыртқы валюталар енеді, экономика дамиды. Сол үшін алдымен өзіміздің еліміздегі ахуалды айта кетсек, Қазақстаннан 78,7 миллиард ақш долларына товар экспортталған. Оның енді өздеріңізге белгілі 65% ол шикізат товарлар болып табылады. Оның ішінде барлық көлемнің 55% ол шикі мұнай және оның өнімдері. Топ 5 партнерді айта кетсек, экспорт бойынша ол Қытай, Ресей, Түркия, Италия және Нидерланды болып табылады. Оның ішінде 2,1 миллиард ақш доллары ол Түркістан облысына тиесілі. Түркістан облысынан ең көп шығатын тауарлардың бірі ол уран. Өздеріңізге белгілі болғандай, ол барлық экспорт көлемінің жалпы 54%-ын құрайды. Одан кейін мақта өнімдері жүреді, және одан кейін ірі қара малдың еттері экспортталады. Және Түркістан облысының топ 5 партнерлары бұл Ресей, Қытай, Түркия, Италия және Өзбекстан. Экономикалық ахуалдың негізгі көрсеткіштерінің тағы да бірі ол негізгі капиталға салынған инвестиция. Ол жалпы Қазақстан Республикасында 2023 жылдың қорытындысы бойынша 7,9 триллион теңгені құраған. Соның ішінде 111 миллиард теңгесі ол Түркістан облысына тиесілі. Жалпы бұл облыс қалалардың бөлінісінде 6-шы орынды иеленіп отыр. Бұл жақсы көрсеткіш деп есептейміз. Түркістан әуежайында халықаралық поштаның бөлімшесі ашылды. Яғни ол деген сөз Түркістан арқылы халықаралық тауар айналымы кеңейетін болады. Бұрынырақ енді Алматы арқылы товарларды әуе жолдар арқылы жіберетін болса, енді Түркістан қаласы арқылы жіберуге мүмкіншілік ашылды. Бірінші болып Turkish Cargo компаниясы Түркістан арқылы өзінің бірінші жүк тасымалын жүргізді. Енді алдағы уақытта Альфа Скай тағы да басқа осындай әуе компаниялар арқылы жүк тасымалын Түркістан арқылы көбейтетін боламыз. Бұдан бөлек өңірімізде экспортқа байланысты атаулы жаңалықтардың бірі бұл экспорттаушылардың кеңесінің отырысы өтті. Ол жерде Қазтрейд, сауда дамыту орталығы, Қазақ экспорт, экспорттық кредиттік агенттігі және де Атамекен кәсіпкерлік палатасы өздерінің мемлекеттік қолдау шараларын түсіндірді. Одан бөлек кәсіпкерлер, экспорттаушылар өзінде кездесетін өзекті мәселелерді талқылап, сол жерде жиында өзекті мәселелер көтерілді. Бұдан бөлек бір атқарылып жатқан жақсы жұмыстардың бірі осы жылы бізде Түркістан облысында инвестициялық жобалардың пулы қалыптастырылды Google Диск платформасында. Ол жерде осы облыс бойынша бүкіл ауданда іске асырылып жатқан инвестициялық жобалар тұрақты түрде мониторинг етіліп, проблемалық өзекті мәселелері қаралып отырады. Ол жерде бәрі ашық, яғни прозрачность, мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдар барлық дерлік ол жерде бақылап көріп тұра алады. Сол арқылы бюрократияны жояды. Сол арқылы өзекті туындап отқан мәселелерді, инвестициялық жобаларды іске асыру барысында тез оперативті түрде шешуге мүмкіншілік бар. Соңғы 3 жылдың қорытындысы бойынша жалпы саны 113 инвестициялық жобаға жалпы құны 342,2 миллиард теңге инвестиция тартылып, соның қорытындысы бойынша тұрақты 5703 жұмыс орны ашылған. Және де ағымдағы жылдың алғашқы 4 айының қорытындысы бойынша 13 инвестициялық жобаға жалпы құны 23 миллиард теңге инвестиция тартылып, тұрақты 542 жұмыс орны ашылған. Және де облысымыз инвестициялық ахуалы өте жоғарғы облыстардың бірі болып табылады. Облысымыздың инвестиция көлемін арттыру мақсатында көптеген шет елдерде іс-сапармен болдық. Атап айтар болсақ, Қытай Халық Республикасы, Түркия Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Біріккен Араб Әмірлігінде, Корея Республикасында болдық. Оның нәтижесінде облысымыздың инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылып, екі жақты келіссөздер жүргізілді. Келіссөздердің нәтижесінде қазіргі таңда облысымызға көптеген инвесторлар келуде.